просто 12-ден кейін екен вообще есімден шығып кеткен ғой. Қызымды мамаға тастап шығып келе жатырмыз торт алуға. Суши пиццама заказ береміз деп жатыр. Алып келеміз. Мен оңғайын алып келемін шірік. Күн жаман суық екен, үйдің киімімен шығып кеттік қой сол. Телефон қарып қойсаңыз оны қылмасын. Жақсы. Бір кетті ба? Иә. Жүрек көшірші. Потом үшінші. Не? Жаңа бір жабылайын деп жатқан магазиннің иесіне хабарласып торт таптық. Жаңа әке туған күніңізбен бетіне жаздырамыз дедік. Ана қызымды сағынып отыр. Қызымды вообще қызым шықпайын ғой далаға ше мен. Төзіне бүкөшім ұйықтап отқан бүйтіп ұйықтап отқан сенім. Тек жолымыз болып папаның бір несі бар бізде. Айтсам ертең осы видеоны папа көрсе үйден қуып шығады және. Арқасы бар, жаман арқасы бар. Андай-мындай жерлерге өтпейді папаның. Даже самолетке барған. Сондай бір кішкене бір арқасы ауырлау. Енді алла қалап қазір күшті тортымызды алып, свечамызды алып, суши пиццамызды алып, аман есен тез үйге қайтып келсек екен. Дәрюшім сағынады күнім-ау, менің Дәрюшім. 3 айдан бері қызым мені вообще кәдімгідей. Бір-ақ рет шықтық та жүрек, біз только бір-ақ рет қана шықтық. Кешкі уақытта прогулкаға үйде 40 минутқа шықтық қой. Соның өзінде мен кетіп қалғаннан кейін қызым жылап, мен іздеп, сөйтіпті. Мен даже қызым үшін академ алдым ғой. Жабысып жүрмін ғой, жабысып. Мен сияқты аналар лайк. Хотя үйде мысалы Нәрюшті бағатын папасы бар, атасы бар, әжесі бар. Сонда да ешкімге сенбей академ алып үйде отырмалы. Ура, біз келдік. Андай керемет жер. Апа екінші. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Ал? Иә, біз ғой біз. Әке туған күніңіз бе? Иә, дәл. Көрсетті. Әдемі. Рахмет. Рахмет, сау болыңыздар. Рахмет. Вы приехали. Спасибо, что используете багаж. Алдық. Ура, алдық. Шүкір. Жақсы болды бұл. Енді свечка. Сосын жаңа суши мен пиццаға заказ берді. Суши емес пиццаға, потому что папа суши жемейді екен. Сол үшін пиццаға заказ беріп қойдық. 4 мынандай сетқа 4 түрлі пицца. 4 сезона, пепперони, болонезе и маргарита. И еще қасында 2 коласы и наггетсы беріледі екен. Соған заказ беріп қойдық. Акас дәл үйдің қасындағысы. Қас сағат 12-ден кетіп қалды. Сағат 2-ге дейін жұмыс жасайтыны именно сол екен. Видеоға түсіруге ұмытып кетпін. Біз мынандай 4 пицца алдық. Мына наггетсымен папа ұйықтап жатыр. Пока папа ұйықтап жатыр. Қазір құттықтаймыз. Қасына еще торт алдық. Бүгін біздер әкенің туған күні құттықтайтын боламыз. Свечи вообще. Şimdi dayarlar var. Çay şu mu satacağız?
бүйтіп жүрсейші. Мына жер. Оқымай қалыппыздар да. Не істемейді. Алтауызда шықпай болды. Анаға келгім түседі. Ты бабкин сон. Илюшка точно? Да. Пока. Окей. Отыр. Bunu қалай? Әкел. Осылай Илюшті. Иә. Да. Осылай. Так. Мыналарды мына жерге қойып қой. Әкелші. Мыналарды бақсың. Жүрсің. Так. Папа ойласа төшелер. Жоқ, олай емес. 35 үшті алдына барады да 5 артына қояды. Жасап жүрсе. Иә, қант кішкене ретмес. Қазір бар ғой видео үзбей видеоға түсіресің. Қант дұрыс істеп жатыр ма, дұрыс істеп жатыр ма? Иә, дұрыс айтыр. Мобилограф осы кісі. Басқасын. Бүгін біздерде әкенің туған күні мама берейін деп отыр. Мынауымыз свечик жағу білмейткен. Мынаны жақ бірінші. Ой, мама. Видео көшірме. Bir, iki, üç. Tuğan Күніңізбен, 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 туған күніңізбен. Өрлеңіз. Туған күніңіз құтты болсын. Туған күніңізбен. Bir, екі, үш. Және кухняға жүріңіз. Жүріңіз. Ұйықтап қалып ұйқым жүрейін. Сізге, сіздің туған күніңізге. Рахмет. Ұйықтап отыр.